иә. Жақсы көңіл-күймен, қуанышты көңіл-күймен бастаймыз. Жақсы, бір-бірлеп келе қойыңыздар. Жақсы балалар, келе қойыңыздар. Келіп жадоқтан келе. Сандықшаны басса балалар, бізге әдемі жүректің ішінен әдемі жылы сөздер шығады. Сол жылы сөздерді біз жүрегімізге сақтап, сабағымызды жақсы көтеріңкі көңіл-күймен бастаймыз. Келіңдер сандықшаны бір бетпен баса қойыңдар. Бет-ретіңізді баса қойың, келіп тез-тез. Келе қойың. Баса бер тез-тез. Өздеріңізге жүректен шыққан сөздерді жүректеріңізге сақтап алыңдар. Баса бер. Келіп тез-тез баса қойыңдар. Жақсы. Жақсы. Кел. Ұлдар келіңдер. Келіңдер ұлдар. Жақсы, жүректен шыққан жылы сөздерімізді жүректерімізге сақтап аламыз, иә? Жақсы, ары қарай топқа бөлініп алайық. Келе қойыңыздар. Топқа бөлініп алайық. Шеңберге тұра қойыңыздар. Шеңберге тұра қойыңыздар. Шеңберге тұрамыз. Өзімізге қалаған түстегі ленталарымызды таңдаймыз. Өзімізге қалаған түсте таңдаңдар. Ал тездетеміз. Таңдай қойыңдар. Таңдадық па? Түгел бағытын ұстадық па лентаны? Енді қазір осы лентаның екі ұшы бар, иә? Екі ұшын, екі жағындағы оқушы, қазір қайсысы сарыны алған екі оқушы, бірінші топқа көкті алған екі оқушы, су тобына және жер тобына үш топқа қазір бөлінеміз. Ұстадық па? Біреуін ұстаймыз, алып жіберемін. Кімнің қай топқа түскенін қазір өздеріңіз осы лента арқылы білетін боламыз. Ал кеттік. Көріңдер ғой, міне айнамен айтқалы бір топ бар. Айнамен айтқалы. Иә, екеуіңіз бір топқа, үш топқа. Тез-тез тұра қойып, екінші топқа отыр. Тез-тез тұра қойыңдар. Иә. Жақсы, жиналар, жиналар. алдыңғы үйге берілген өткен тақырыптарымызды пысықтап аламыз. Оны біз пысықтау үшін мынандай қызық тапсырма
бар ма? Соны қазір орындау арқылы біз өткен тақырыбымызды есімізге түсіреміз. Бері қараңдар. Дұрыс жауабын білетіндеріңіз маған белгі бересіздер. Қаламдарыңызды көтеріп белгі береміз. Келісіп қояйық. Жақсы, бастаймыз ба? Жақсы. Фермер деген кім? Кім жауап береді? Белгі бере қойыңдар. Фермер. Әсел. Орында тұрып айтады. Ауыл шаруашылығымен айналысатын адам. Көрейік қане дұрыс жауап. Егер дұрыс болса, мынандай смайлик шығады. Танып көреміз смайлик. Дұрыс па екен? Жақсы. Әселді бір мадақтап жіберейікші қол соғып. Келесі сұраққа кім жауап береді? Қол көтеріп белгі береміз. Айна, оқи ғой сұрақты. Ауыл шаруашылығында молының ауылға кімнің жағдайы әсер етеді? Ауыл шаруашылығында мол бұның ауылға кімнің жағдайы әсер етеді ме, етпей ме? Әсер етеді. Қазір көрейік дұрыс жауабын. Әсер етеді ме, етпей ме көрейік қазір. Дұрыс па екен жауабы? Жарайды. Әсерді айтады бір мадақтап жіберейік. Келесі сұраққа кім жауап береді? Оқып алың бірінші сұрақты. Бірінші сұрақты оқып алыңдар. Кім жауап береді? Сұрақты оқып алың. Мұхия. Инабат жауап бере ғой. Ауыл шаруашылығы қандай еңбек Дұрыс та көрейік қане жауабын. Жарайсың, дұрыс екен. Келесі сұрақты бір оқып алыңыз. Айтқабыл, оқи ғой сұрақты. Өзі тұратын аймақта төрттің қандай түрлері кездеседі? Қандай түрлер кездеседі? Сиыр, түйе, ұлпы, қой. Қане қой? Дұрыс па екен? Жақсы. Жарайсыздар балалар. Енді балалар, қазір мен сіздерге пазл әдісі арқылы сіздерге сурет беремін. Осы суретті құрастырып көріңдерші кәне балалар. Құрастырып көрейікші кәне. Пазл әдісі суретті құрастырып көрейік. Кәне жылдан. Үшінші топ сіздердікі. Жер тобы. Ал құрастырып көрейік кәне. Кімдер құрастырды? Кім құрастырды? Ал бірінші топ құрастырған екен. Жарайсыздар. Жер тобы. Алысы. Бірінші топ не айтасыздар сурет туралы? Иә? Яғни бұл жерде не бейнеленіп тұр? Табиғат, жақсы. Екінші топ сіздерде нелер бейнеленген? Нелер? Қоқыс жәшіктері дейді, жақсы. Сіздерде иә, заводтардан шығып жатқан нелер? Сіңдер, иә? Енді жақсы. Бұл суреттер сіздерден әсем табиғат шықты, иә? Сіздерден қоқыс жәшіктері әртүрлі. Ал сіздерден өте лас ауа райының ауаның ластануы шықты. Демек, бүгінгі біздің тақырыбымыз не туралы болмақшы? Қоршаған орта. Дұрыс айтасыңдар. Яғни бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз қоршаған ортаның қорғаудың мәні екен. Қоршаған ортаға деген қамқорлықпен қараудың мәні екен. Қоршаған орта дегеніміз не балалар? Табиғат. Ал табиғат дегеніміз не? Бізді дұрыс айтасың. Біздің екінші анамыз. Дұрыс айтасың. Ол табиғатқа нелер жатады балалар? Жер, ұя, дұрыс, су, тағы ағаштар жарайсыңдар. Өсімдіктер, тау, тас, бақ,
қоршап тұрған, ол қоршаған орта, ол табиғат екен балалар. Жақсы. Бейне көрсетілім көріп көрейік. Бейне көрсетілім көріп көрейік. Женя, мацамаш. Мынадан ашылмай қалып тұр да. Соған қосылған. Табиғат көшпелілер үшін туған үй сияқты болды. Жер жағдайын жақсы білгендіктен жыл мезгіліне қарамастан адаспай жол табады. Өздерін табиғаттың бір бөлшегі санаған бабаларымыз табиғатпен үйлесімді өмір сүріп, оның сұлулығын бағалай білді. Олар күнкөріс үшін табиғаттан тек керегін ғана алды. Бабаларымыздың табиғатқа деген қамқорлығын үлгі тұтамыз. Жақсы жарайсыңдар балалар. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз табиғатты қорғау, иә? Қоршаған ортаны қорғау. Жақсы, жаңа тақырыбымызды жазып қояйық. Дәптерлеріңізді аша қойды. Жазып алыңыздар. Жазып алыңыздар. Әдеміге дәптерді көлбей қойып. Жақсы балалар, бағалау жөнінде айтып кетейін. Гүл-гүлтешелерімен өз-өздеріңізді бағалайсыздар. Яғни тақырыбымыз табиғат болғандықтан, біз табиғатқа қатысты бағалауымызды да солай алдық. Нұрсүйден алып беремін. Өз-өздеріңізді бағалап отырамыз. Айналып бер. Яз сенде қарай жақында. Айтқалымыз. Яз қалып бер. Өз-өздеріңізді бағалау. Бір-бірден ала қойды. Кіма барды? Бағыңызда кіма? Санекті бағың? Ахмет бар ма сенде? Жақсы. Жаңа балалар, пазл әдісінде сіздер өздеріңіз қысқаша түсініктеріңізді айтып өттіңдер, иә? Мен сіздерді қар қиыршықтарымен бағалайтын боламын. Жарайсыздар, сабаққа белсене қатысып отырайық. Бағалауымыздың өзі де сол табиғатқа байланысты. Қар қиыршықтар және гүл-гүлтешелер. Жақсы балалар, жазып болып қоя. Жақсы, жазып болса, оқулығымыздағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Оқулығымыздағы бірінші тапсырма.
бірінші тапсырманы. Яғни біз бүгінгі сабағымыздың жалпы мақсаты қоршаған ортаны қорғау шараларын білетін боламыз. Және қай жерде тұрғаның туралы табиғи белгілерге қарап анықтауды үйренетін боламыз. Енді бірінші тапсырмада қараңыздар. Біз өмірде бізге табиғат аясында, қалада, ауылда бағытыңды бағдарлауға көмектесетін заттарды таңдап аламыз. Суреттен, және сенің таңдауың керек бұл заттардың осында. Себебі қысқаша ғана түсіндіріп өтеміз. Ауызша, бірінші тапсырманы ауызша. Бірінші суретке қарап алыңыздар, тақтада да тұр, оқулықтарыңызда да бар. Не айтуға болады? Топтасып бір ойланып, ол көтеріп белгілеміз. Суретке қарап. Ойландық па? Және оларда қателіктермен бағалайтын боламыз. Жауап бар ма? Өздеріңіз кез келген 6 суреттің бірін таңдайсыздар. Оны таңдау себебіңіз не? Және ол нені білдіреді? Ауыл ма, қала ма? Кім айтады? Қади айта ғой. Қай суретті таңдадың? Ескерткіш қайсысы ол? Қай сурет? Екінші сурет, жарайсың. Ескерткішті таңдадың. Бұл ескерткіш қай жерлерде болады? Мектепте бола ма? Қалалар, жалпы қалаларда болады. Ал бұл ескерткіш балалар Қарағанды қаласындағы кеншілерге қойылған ескерткіш екен. Қарағанды қаласында не шығады балалар? Не шығады? Көмір шығады. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыздар. Сол кеншілерге қойылған ескерткіш екен. Жарайсың, қадам. Тағы екінші, қай суретті таңдайсыңдар? Су тобы, екінші топ. Не ғали айтады? Бәйтерек. Ал жақсы. Жарайсың. Қандай? Иә. Биіктігі қанша дейсің? 97 метр екен. Жақсы. Ол Астана қаласы біздің бас қаламыз. Қазір аты қандай Астана қаласы? Нұр-Сұлтан. Жақсы. Жақсы. Үшінші топ сіздер қай суретті таңдайсыздар? Қысқаша айтып өтіңіздер. Иә, Раяна. Күннің батуын. Жақсы. Иә, яғни бұл кешкі уақыт, күннің батуы кешкі уақыт. Жақсы. Біз балалар тұрған жерімізді, жүретін жерімізді, қала, ауыл болсын, біз өзіміз қай жерде жүргенімізді бағдарлай аламыз. Мысалға сіздер, бір мысалға қарапайым тілмен түсіндірейін сіздерге. Сіздер мектептен шықтыңдар, анаңыз сұрайды сіздерге. Балам қай жерде келе жатсың, қызым қай жерде келе жатсың депті. Алыста тұратындар жаңағы ұялы телефонмен ата-анасы шыққан келген хабар алу үшін солай беріп қояды. Сөйтіп сіздерден сұрайды. Сіздер емхананың алдында кетіп бара жатсыздар. Қалай жауап бересіздер? Дұрыс айтасың. Мен мектептен шықтым, емхананың алдында бара жатырмын, немесе балабақшаның қасында тұрмын, немесе мынандай дүкеннің алдынан өтіп бара жатырмын деп, біз өзіміздің тұрған жүрген жерлерімізді солай бағдарлай аламыз. Жақсы. Түсінікті ғой? Жақсы, жарайсыңдар. Өздеріңізді бір мадақтап қойыңыздаршы, жақсы сабаққа. Жарайсыңдар. Жақсы балалар. Бір кішкене сергіп алайықшы. Бір кішкене сергіп алайық. Бір кішкене сергіп алайық. Сергіту сәті бұл мен сіздерге қазір сөздерді оқимын, дұрыс бұрыс жауапмен маған жауап бересіздер. Дұрыс болса, қате болса, түсінікті ғой. Ал кетті. Табиғат дегеніміз бізді қоршаған орта. Құстардың пайдасы жоқ. Әрбір адамның міндеті табиғатты қорғау.
Екінші тапсырма, үшінші, төртінші тапсырмалар берілген. Екінші тапсырманы екінші топ сіздер аласыздар. Қазір түсіндіріп өтемін қысқаша. Ортаға қойып жақында қыздар. Нұрсайысқа, Нұрсайысқа жақында. Ибасына жақында. Енді жақында. Мадия жақында. Енді қараңдар, қазір қысқаша түсіндіріп өтемін. Мына қыздар уже бастап кетіңдер. Жақсы. Бірінші суретте балалар. Бірінші топ сіздерге бірінші сурет берген. Суретке қарап, қазақ халқының ертеден келе жатқан кәсіптері туралы қысқаша айтып өтесіңдер. Және қазір мына қағазға пост деп қорғайсыңдар. Олар төрттіліктің қай түрін өсірген? Бірінші сұраққа жауап жазасыңдар. Төрттіліктің қай түрін өсірген ежелдегі ата-бабаларымыз? Жазасыңдар, мынандай. Мал жайылымдарының қандай түрлерін білесіңдер? Мал жайылымдарының қандай түрін білеміз? Жазамыз, мынандай деген сияқты. Түсініп отырсыздар ма? Қыста мына жаққа жаза, мына жаққа күзде, мына жаққа көктемде, мына жаққа деп өздеріңіз жазып өтесіңдер. Суретте жұрт қай жайылымға көшіп барады? Суретке қарап отырып, қай жайылымға көшіп баратқанын жазып өтесіңдер. Бұл дұрыс жауапқа барлықтарыңызға әр топқа бір-бір балдан қар қиыршықтарымен бағалайтын боламын. Өздеріңіз өзіндік бағалау парақшаларыңызбен бағалап отырыңыздар. Екінші топ сіздердікі. Екінші топ үшінші тапсырма берген. Суреттерге қарап отырып, олардың бір-бірімен байланысын айтып берді. Экологиялық проблема сіздерге түскен. Экологиялық проблема дегеніміз не? Мына суреттер, су ластануы, жан-жануарлардың жойылуы, топырақтың құнарсыздануы, соның барлығын қысқа жазып өтеміз. Ал үшінші топ сіздерге табиғатты қалай сақтаймыз? Табиғатымызды қалай сақтауға болады? Үшінші топ. Оның қандай жолдары бар? Қалай сақтай аламыз табиғатты? Сол туралы қысқа жауап жазамыз. Ал болғандарыңыз белгі беріңіздер, қаламдарыңызды көтеріп. Бір-бірімізбен ақылдасамыз. Бір-бірімізбен ақылдасайық. Бір минут жеткілікті ғой, балалар? Бір минут жеткілікті ма? Жақсы. Болғандарыңыз белгі беріңіздер. Ақылдасамыз. Қазір 1 минут болғаннан кейін тоқтатамыз. Қай жерде қалдық, сол жерде тоқтатамыз, иә?
Dağısımızı çıkaralım. Жақсы. Bir kuşu yetiştirdi. Üç tut çıkardı. Yok. Ama ya. Asıl abi. Жақсы. Hadi басқа табиғатты қорғауға қосатынымыз бар ма кішкене? Қосатынымыз бар ма табиғатты қорғауды қалай сақтау қажет дегенге? Басқа топтардан қосатындарымыз бар ма? Бір балл беріледі. Бір балл беріледі. Қосатындарымыз бар ма? Ал Асем айта ма? Табиғатты қорғауымыз керек. Ол табиғатқа ағаштар, өсімдіктер, құстардың өзі де жатады. Табиғаттағы суды бостан жерге құйып, Суды үнемдеуді айтып тұр ғой. Өте жақсы. Суды үнемдеуіміз керек. Жақсы, жарайсың. Жақсы, тағы қосатынымыз бар ма? Табиғатқа қорғауға тағы не қосуымызға болады? Қане? Ал ағаштар сындыруға болмайды. Керісінше ағашты көп қылып көшеттерді отырғызуымыз керек. Жақсы балалар. Қорғадық қоя, сізге қойларыңызды бердім. Жақсы, ары қарай. Қазір жеке жұмыс сіздерге мынандай карточкалар беремін. 4-ші тапсырма, яғни сендіріп сұрыптаймыз. Қоқыстарды не істейді екенбіз? Сұрыптаймыз. Тақтадан бір қазір фундаменттен орындаймыз. Қолдарыңыздағы қаламдарыңызбен сыза беріңіздер. Бағымызда жетеді. Сосын қазір қысқада әттерімізге жазып аламыз. Қоқысты сұрыптаймыз. Бұл сұрыптау дегеніміз не? Бірнеше жәшіктен тұр. Ал тез-тез орындай қойыңдар. Сәйкестендіріп сызамыз. Болғандарыңыз белгі бере қойыңдар бана. Жарайсың. Тақтаға келе қой. Тақтадағы көріп тұрсыңдар ғой. Қағаз, картон, шыны, пластик, металл, тағам қалдықтар кез келгенін, кез келген қоқысты сұрыптауға саламыз. Жақсы, жарайсың. Сыза бер. Жарайсыңдар. Қанедесін бүлдірейік. Жарайсың. Жарайсыңдар. Арнат. Өте жақсы. Үстіне жабыстыра оны сүйектер. Металл, тағы бір ойын. Жақсы айтқабыл. Жарайсың. Өте жақсы. Жағы қашқа келе ғой. Жоқ, оны қоя бер. Жаңа тексердім. Барлығымыз дұрыс тұрыпта жатсыздар. Жаза ғой. Жайлап аламыз. Судан жатамыз. Албай жатамыз. 100 кетеді ғой. Bunu қайда жабыстырамыз? Дұрыс.
буруна аламы. Жақсы. Жарайсың қаршылай. Тағы тез тақтаға. Айгерім. Айгерім, сен қалай шығасың? Тез етіп келе ғой, Айгерім. Кел, Нұрсезім. Қаршылаға Айгерім. Шығап тағы. Айым келе ұшпай. Айырмасын тақсылған ғой. Шықпағандар шықсын. Шықпағандар шықсын. Барлығымыз қатысайық. Кім шықпады? Тағы келе ғой. Кел, бейбарыс келе ғой. Жарайсың, қағаз, картон, дұрыс. Ала бер, ала бер. Алып жатыр ма? Бұны қайда жатырасың? Дұрыс, жарайсың. Жарайсың. Дұрыс. Жақсы отыра ғой. Пластик. Алмаймыз. Айна, жарайсың. Нұрсезім, ағалы келді ме? Алынға жақсы. Бейбарыс. Жақсы балалар. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Өте жақсы. Өзімізді бір мадақтап қояйықшы кәне. Осы өзімізді. Жақсы. Өте жақсы. Енді балалар, жаңа сәйкестендіруді жеке-жеке жасадық, иә? Енді соны қысқа ғана дәптеріңізге тез жазып ала қойыңдар. Металлға негізі жабыстырыңдар. Тез. Қысқа қылып жазып алыңдар. Жазып алдық па? Әдемі, қатесіз дәптеріңізді көлдеу қойып жазамыз. Болды па? Жақсы. Жақсы балалар, болған болса, бері қараймыз. Қоршаған ортаны қорғау. Жалпы тақырыбымыз. Қоршаған орта не екенін білдік, иә? Оны қалай қорғауымыз керек? Яғни біз балалар осы қоршаған ортаны қорғау үшін бар қоқыс қалдықтарын қайтадан не істеуіміз керек екен? Сұрыптауымыз керек екен. Сонда ғана біз жаңағы қағаз, картонды, шыныны, металл, пластик ыдыстарды қайтадан өңдеу арқылы біз істейміз, табиғатқа не істейміз? Көмек береміз. Табиғатты біз солай ғана қорғай аламыз. Суды үнемдеу, электр жарығын үнемдеу барлығы жатады екен балалар. Табиғатқа деген қорғау, табиғатты қорғауға жатады екен. Әрбір адам табиғатты не істеу керек? Қорғауға, қадірлеуге міндетті. Табиғат біздің екінші анамыз. Табиғат бізге көп нәрсе бере алады, иә? Оны біз тек ұқыпты ғана қолдануымыз керек. Жаңа сіздер айтып жатсыздар ғой,
бұрынғы кезде ата-бабаларымыз жылдың 4 мезгілінде жазда жайлауға, қыстауға, күздеуге, көктемде көктемге не үшін барған? Оны біз жақсы білеміз. Әр жыл мезгілінде солай табиғатты қорғау үшін, жерді құнарсызданып қалмау үшін солай әр жыл мезгілінде солай ауысып, көшіп, қонып жүрген екен. Көрдіңдер ме балалар? Ата-бабаларымыз ерте кезден табиғатты қорғауды білген екен. Енді жақсы балалар, қазір сіздерге ойын ұсынамын, қол көтеріп, белгі беріп жауап береміз. Дайынбыз ба балалар? Біз қай қалақшаны да көрсіп жоқпыз. Қол көтеріп жауап береміз. Нұрсая? Жер жарайсың. Келесі сұрақ. Табиғатты қорғау дегеніміз не? Кім жауап береді? Кім жауап береді? Белгі береміз. Диас айта ғой, табиғатты қорғау дегеніміз не? Не енді табиғатты қорғау? Кім толықтырып жібереді? Не қали? Жоқ, қорғау дегеніміз не? Не істеу жаңа айттық қой? Ағаштар сындырмау, сосын немде барлы жатады екен. Табиғатта үш күйінде кездеседі, ол қандай еді? Үш күйде кездеседі ғой табиғатта су. Қандай? Хадя? Су? Жоқ. Атай су. Айтқаны? Жоқ. Су күйінде сосын? Мұз күйінде жарайсың айтқабыл. Және? Ыстық деп қаның жаңа бу күйінде. Жақсы жарайсыңдар балалар. Жақсы. Жақсы балалар. Жақсы балалар. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс берейікші. Бірінші топ келе ойыңыздар. Сұрағымыз жоқ, сабақ түсінікті болды десе, қай жапырақты, жасыл жапырақты, ал сұрағымыз болса сары, ал сұрағым қиын болды болса, ол қайсы екен? Иә. Жақсы, жасылды басып жатсың, иә. Өте жақсы түсіндім. Жақсы. Не көрсетілмей қалды. Негізі басып, әдемі етіп шығу керек, техникалық ақау басылу керек. Жақсы балалар. Негізі зерттеу жұмысымыз бар енді ол кішкене уақыт деп балалардың өзін жасайтынды. Практикалық жұмысымыз бар. Бесінші үлгеретін жасап тастайықшы, балалар. Тез-тез. Жаңағы сіздерге қоқыс қалдықтарын қайтадан пайдалану үшін мына жерге кез келген сурет саласыздар. Сонымен орындаймыз. Сіздер де солай. Яғни күнделікті бізде түрлі қоқыс қалдықтары шығады, балалар. Соған қандай сурет салып, қиылған
жүрек салған екенсіздер, иә? Иә, бұларға жүрек салған